Балачықларының эксериеті сағлығымызны зайыфлаштырған ве атта оңа зарар кетірген түрлі фастфуд, газлы сулар, ве чипслер кыбы шейлерні ашамаға севелер. Бұл сырағада сақызны кірсетмек мұмкондыр. Сақыз сағлымызға насыл тесір етейкен. Келіңіз бүгін бұақта лаф етейік. Ана бабаларының чоқысы, әкімлерінің базалары кыбы сақыз чайнамақ озынне зарар кетірмек деген фікірдейлердір. Сақыз чайнасан тыш пломбалары тушып ашқазанда қала деп сақыналар. Керчіктен ойлемі, ядаға севет етмеге іч бір себеп yok. С точки зрения вреда или пользы, жевательные резинки можно разделить на две категории – сахаром и без сахара. Жевательная резинка с сахаром содержит в себе фруктозу и глюкозу. Во весь период жевания вырабатываются специальные бактерии, которые подпитывают слюну легкими углеводами. Таким образом, слюна переходит в кислотную сторону. Сақыз ағыз бошлығымызға зарар кетірмектен ғайры, ашқазан ичек yolымызға да ярамай тесір ете біле. Бұл меселе ақында диетологлар не дейлер? Келіңіз оларының фікіріні де дінлейік. Жвачка может быть полезной только сразу после еды и только в течение 2 минут после еды. В остальных случаях она приносит только вред. Почему? Ну, во-первых, когда мы жуем жвачку на голодный желудок, у нас вырабатывается желудочный сок. Но при этом не поступает еда к нам в желудок, соответственно, мы рискуем получить гастрит, язву и так далее. Сақызлар вүжудымызға ярамай тесір еткеніне бақмадан, бұл меселе бойынша рухиятчыларының фікірлері башқадыр. Сақыз чайнамақ стресслернен күрешмеге ярдым ете екен. Іч ұнутманыз, кейфіміз сағлығымызға бағлыдыр. Біздің пайдалы рубрикамызны қачырманыз, ве сағлам олыңыз.